Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ас не үшін қажет? Балалар, сабағымызды жақсы көңіл күйде бастау үшін мына өлең жолдарын айтып көрейік. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Сақтайық кәне тыныштық, бүгінгі сабақ тым қызық. Ойлан, және ойлан, есесіне бар сыйлық. Ол не сыйлық? Сабақты жақсы тыңдап, санамызға білім құю. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызда бір-бірімізді тыңдаймыз, ойымызды ашық айтамыз, белсенді қатысамыз. Компьютер мен көздің ара қашықтығы 50 сантиметрде отырамыз. Қажетсіз заттарды алып тастаймыз. Ендеше балалар, сұрақ шеңбері ойын ойнап көрейік. Мен сендерге сұрақтар қоямын, ал сендер жауап бересіңдер. Ендеше бастайық. Адам күніне неше рет тамақтануы керек? Таңғы асты сағат нешеде ішесің? Таңғы асқа қандай тамақ жейсің? Кешкі асты қай уақытта ішу керек? Жемістердің қандай пайдасы бар? Қатты көкөніс, құрт жеуді тіске қалай әсер етеді? Жарайсыңдар балалар, ендеше оқулығымыздың 49-шы бетін ашамыз. Дұрыс тамақтану туралы мәтінді қарап шығайық. Мен оқимын, ал сендер мұқият тыңдаңдар. Дұрыс тамақтану дегеніміз құрамында нәруыз, май, көмірсулар сияқты құнарлы заттары бар тамақты тиісті мөлшерде қабылдау. Көмірсулар күш-қуат, энергия береді. Оның қарапайым және күрделі түрі болады. Қант пен тоқаш құрамында қарапайым түрі кездеседі. Сондықтан олардан алынатын энергияны ағза тез жоғалтады. Жармада, көкөністе, балда көмірсудың күрделі түрлері кездеседі. Олар ағзада ұзақ уақыт сақталады. Пайдалы болғандықтан бұл тағамдарды таңғы аста жеген дұрыс. Тамақтағы майлардың біраз бөлігі адам ағзасындағы май қорын жасауға жұмсалады. Май жануарлар мен өсімдіктерден алынады. Ол үшін қаймақ, сармай жағылған нан, қызыл балық жеу керек. Көкөністерден жасалатын салатқа өсімдік майын қосқан пайдалы. Нәруыздар барлық тірі ағзаның негізгі қорегі. Нәруыздан сүт, айран, ірімшік, піскен ет пен жұмыртқаның құрамында көп болады. Әдетте нәруыздар, майлар, көмірсулардың мөлшері құнарлылығы тағамның зат белгісінде көрсетіледі. Балалар, ендеше қазір зерттеу жұмысын жасап көрейік. Зерттеу жұмысымыздың мақсаты азық-түліктің құрамында нәруыз, май, көмірсулар және тағы да басқа болатын түсінеді. Олардың энергетикалық құндылығын анықтауды үйренеді. Зерттеу жұмысымыздың барысы азық-түлік құрамын табу, азық-түлік құрамын жазып алу. Ұғымдармен жұмыс: көмірсу, май және нәруыздар, калория. Энциклопедиямен таратпа материалмен немесе оқулықпен жұмыс жасау керек. Соның арқасында ұғымдарды мағынасын білетін боламыз. Мәліметтерді талдау, салыстыру. Азық-түліктердің құрамындағы көмірсу, май және нәруыздардың көлеміне қарай топтарға бөлеміз. Оларды төмен калориялы және жоғары калориялы деп ажыратамыз. Зерттеу жұмысын аяқтап болсақ, жұмысымызды қорытындылайық. Тамақтың кейбірінде нәруыздар, майлар, көмірсулар көбірек болады. Олардың ішінде калориясы төмен, калориясы жоғары болады. Мен зерттеушімін бөлімі жүзеге асыру үшін мына сұрақтарға қараңдар. Зерттеу жұмысы барысында қандай дерек көздер пайдаландыңдар? Қай ақпарат көзін пайдаланған сендерге тиімді болды? Жарайсыңдар балалар, ендеше бір сергіп алайық. Ары қарай жалғастырамыз. Пайдалы таңғы ас. Балалар, таңғы ас мәзірін дайындаңдар. Ол тағамдарды неліктен таңдағандарыңды талқылаңдар.
таңғы ас мәзірін дайындап болсақ, мына сұрақтарға жауап берейік. Тәуліктің қай бөлігінде ботқа жеген дұрыс? Неліктен? Таңғы асқа тағы не ішуге болады? Күнбағыс майы мен сары майдың құрамында не бар? Жарайсыңдар балалар. Ендеше мына суреттерге назар аударайық. Пайдасы аз тағамды таңда. Берілген екі суреттен пайдасы аз тағамдарды көрсетіңдер және соны талқылаңдар. Қалай ойлайсыңдар, бұл суреттерде пайдасы аз қандай тамақтар болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар. Мысалы, бірінші суретте ол бургер, газдалған сусын. Ал екінші суретте ше? Дұрыс айтасыңдар, ол чипсылар. Жарайсыңдар балалар. Ал енді мына суретке назар аударайық. Дәмді әрі пайдалы. Дұрыс өсу мен даму үшін қандай тамақты тұтыну керектігін анықтайық. Балалар, суреттен дұрыс өсу және даму үшін қандай тамақтар пайдалы болатынын қарайық. Сендердің ойларыңша ол қандай тамақтар? Жарайсыңдар балалар. Ендеше мына келесі соңғы суретке назар аударамыз. Энергияны жұмсау және оның орнын толтыру. Балалар, бірінші суретте нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, ол жүгіріп жүрген бала. Ал екінші суретте ше? Сурет салып отырған оқушы. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бұлардың қайсысы түскі аста көбірек тамақ ішеді? Бірінші суретте жүгіріп бара жатқан бала. Неліктен деп ойлайсыңдар? Себебі ол көп күш жұмсайды. Балалар, жұмсалған энергияны қалай толықтырамыз? Дұрыс, жұмсалған энергияны толықтыру үшін адам тамақтану қажет. Дұрыс айтасыңдар балалар, жарайсыңдар. Есте сақтайық, адам күші мен энергиясын орнына келтіру үшін тамақтануы қажет. Оның мөлшері адамның жасына, істейтін жұмысы мен күні бойы жұмсаған энергиясына байланысты болады. Жарайсыңдар балалар. Ендеше сабағымыздың соңында кері байланыс жасап көрейік. Сендерге алдарыңда жасыл алма, шие және пияз берілген. Жасыл алманы бәрін түсінсеңдер таңдайсыңдар. Шиені әлі де көп білгім келеді. Пияз көмекті қажет етемін. Ендеше осы үшеуінің бірін таңдап көрсететін боласыңдар. Жақсы балалар. Ендеше сабақ аяқталды. Сау болыңдар.